Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге видео шақыртуды қалай жасаймыз. Өзіміздің той-думандарымызға басқаға ақша төлеп жасатпай, қалай өзіміз тегін жасаймыз, соны үйретемін. Қазір тойға шақыртуды кемі бір 3,000-4,000 теңге жасайсыз, онда өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. YouTube-қа кіріп, шаблон пригласительный деп жазсаңыздар, тегін шаблондар шығады. Ешқандай сөзі, тексті жоқ, шаблондар шығады. Төмен қарай түсіп, өзіңізге ұнаған әдемі деген шаблонды таңдап сақтап аламыз. Мысалы, мен шаблонды ала салайын. Ол үшін мына жерде поделиться деген тұр. Комментарийдің астында поделиться тұр, соны бассаңыздар, ссылка шығады. Копировать ссылку дегенді басасыздар, одан кейін Телеграмға кіреміз. Телеграмда бізде арнайы бот бар. Скачать видео из YouTube деп тұр. Осы ботты сақтап Телеграмға жазсаңыздар шығады. Осы жерге вставить етеміз, сосын бізге видеомызды шығарып береді. 1080 деген качествомен сақтаңыздар, видеоларыңыздың качествосы өте жақсы болады. Енді жоғарғы жағында домалақтың ішінде 3 кнопка тұр, соны басып бірінші тұрғанды бассаңыздар, сізде видео галереяларыңызға сақталады. Енді кезек CapCut приложениесінен жасаймыз. CapCut приложениесін өздеріңізге телефондарыңызға скачать етіп алыңыздар, өйткені осыдан біз монтаж жасаймыз. Новый проектті басасыздар, жаңағы сақтаған видеомызды басамыз. Сіздерде бірінші болып тұрады, сақтағасын. Соны басасыздар, енді біз видеомызды монтаждауға кірісеміз. Бірінші қарап көріп аламыз, видеомыз қалай өзгереді, қандай анимациялар бар. Мысалы, мынау бірінші ортасында шеңбер, гүл сияқты бар. Осыны қарап, тексеріп аламыз. Сосын енді текстін жазуға кірісеміз. Ол үшін ең бірінші мен заметкиға алдын ала тексттардың барлығын жазып қойғам. Сіздер де осылай жазып алсаңыздар болады. Тойға шақыру барлығын, жаңағы құрметті деген барлығын жазып аласыздар. Осы жерде мына добавить текст деген бар. Плюс А деп тұр ғой, соны басып, добавить, ставить етесіздер осы жерге. Тойға шақыру. Және астында шрифтер бар, шаблон, шрифт өте көп. Стиль дегенді басасыздар, шрифт дегеннен өздеріңізге ұнаған шрифт қоясыздар. Мына жерде өте көп шрифттар бар. Өздеріңізге ұнаған бір әдемісін қойсаңыздар болады. Осы жоғары көтеріп, именно домалақтың ішіне қойғым кеп тұр, мен тойға шақыру дегенді. Енді видеомызды ары қарай тексереміз. Бізде мына домалақ шеңбер уже ары қарай тартылған кезде екінші текст басталу керек. Қайтадан заметкиға кіріп, екінші текстімізді вставить етеміз, добавитті басып, осы жерден вставить етесіздер. Бірінші тексттеріміздің барлығын қойып аламыз, одан кейін барып, жаңағы шрифтарын қоямыз, цветін өзгертеміз. Осылай энтерді басып, төменге түсіріп алсаңыздар болады. Тексті міндетті түрде бір тексеріп шығыңыздар. Мына жерде мысалы көршілер дегенді энтерді басып төмен түсіреміз. Төменге түсіріп, осылай екі саусақтарыңызбен экранның бетін екі саусақпен ұстап, екі саусақты бір-біріне жақындатсаңыздар, тексттарыңыз кішірейеді. Екі саусақты бір-бірінен алшақтатсаңыздар, тексттарыңыз үлкейеді. Осылай істейсіздер. Соңындағы қап-қара болып тұрғанды удалить етіп тастайсыздар. Удалить дегенді басамыз. Видеомызда тағы да бір тексереміз, қалай болып тұр, қалай қозғалып жатыр. Мына жерде уже домалақ шеңбер тартылған кезде бізде екінші текст уже басталу керек. Мынаны кішкене бер қарай жылжытамыз. Міне, мына жерде бізде уже екінші текстіміз басталып кету керек. Кішкене тартып, алдыға қарай тартып, мынау алдыға жылжытамыз. Енді добавить текст дегенді басып, келесі мәтінімізді алып келеміз. Сіздерді ұлымыз бен келінімізді үйлен тойына шақырамыз дегенді. Мына жерде енді энтерді басып, төмен қарай түсіреміз. Мирас бен келініміз деген жерден тойына шақырамыз дегенді. Қадірлі қонағы дегендерді энтерді басып түсіресіздер, өйткені ол ұзын болып шығып кетеді. Бірінші барлық тексттарымызды осылай заметкиге дайындап қойған тексттарымызды мына жаққа вставить етіп аламыз. Видеомызға барлығын вставить етіп аламыз. Содан кейін барып шрифттарын дұрыстаймыз. Кішкене тартамыз.
сәл тартып келесі мәтінімізді тоже алып келеміз. Мына жерде мекен жайымызды скопировать етіп аламыз. Мына жаққа алып келеміз. Вставить етеміз. Мына жерде галочканы басасыздар. Енді соңғы текстіміз добавить текст дегенді басасыздар. Мына жерде той иелері Арман мен Сәуле дегенді алып келеміз. Бұдан кейінде негізі видеоларыңыз ұзақ болса қоссаңыздар болады. Тойымыздың, қуанышымыздың қадірлі қонағы болыңыздар деген сияқты сөздер әртүрлі қосып қойсаңыздар болады. Менде мынау видео өте қысқа видео алып қойыппын. Сол себепті мен қоса алмаймын. Осылай бір тексереміз. Бізде мынау домалақ гүл шығып келе жатқан жерден текст уже басталу керек, сөзіміз. Тойға шақыру. Енді барлығын дұрыстап шығамыз. Мына жерде тойға шақырудың шрифтін дұрыстаймыз, кішкене ортаға қарай қоямыз. Шақыру деген төмен түсірдім, сіздер түсірмей қойсаңыздар да болады. Шрифті деген жерден шрифт қараймыз. Өте көп шрифттар бар бұл жерде. Сакат деген бар екен. Стиль дегенді бассаңыздар мынандайлар бар. Мына жерде түсін өзгертсеңіздер де болады. Ақ түс, қара түс. Размер дегенді басып размерін үлкейтесіздер. Эффекті деген бар. Бұл эффект беріп тұратын. Бұл бізге керек емес. Анимация деген бар. Бұл жерден анимация қоямыз. Яғни жазуымыз қалай қозғалғанын қалайсыз. Соны қоясыз. Анимацияның түрі өте көп мына жерде. Бузырки деген бар. Бұл мынандай төртбұрышты болып тұратын. Бұлар особо бізге қажет емес. Біз бұл жерде тек қана шрифт и стиль дегенді қолданамыз. Мысалы, мына шрифт жақсы сияқты, осы шрифтті қалдырайын. Келесі видеоны қосамыз мына жерден. Қараймыз. Бізде уже мынау домалақ гүл сияқты артқа қарай тартылғанда екінші текст басталып кету керек. Мынаны сәл алдыға қарай жылжытамыз. Мынау қараңыздар, сары болып тұр, екі жақ шеті ақ болып тұр ғой. Сол екі жақ шетін бетіп қолмен, саусақпен соссаңыздар, бұл созылады. Енді осы мәтіннің анимациясын қоямыз. Қалай қозғалғанын қалайсыз таңдап аласыздар. Мына жерде про деп тұрғандары бұл платный версиясы. Ал про деген жоқтар бар ғой, про деген жазу жоқтар. Олар бесплатный версиясы, қолдана берсеңіздер болады. Өте көп анимацияның түрі. Асықпай қарап шықсаңыздар болады. Мынау анимация жақсырақ сияқты. Осы да қалдыра берейін. Осыны таңдаймыз. Енді шетін басып, мына ақты басып жылжытамыз. Мына жерден басталып тұр, осыған қарай жылжытамыз. Қосып тексереміз бір. Болған сияқты. Анимациясын. Мынау көкті кішкене алдыға қарай жылжытсаңыздар, жылдамдығы көбейеді. Артқа қарай жылжытсаңыздар, жылдамдығы азаяды, текстін. Енді келесі текст. Кішкене алдыға қарай созайық. Менде мынау видео өте қысқа болып тұр. Сіздер мейлінше 2-3 минуттық видеолар алыңыздар. Келесі видеоның анимациясын қоямыз. Мынау жақсырақ сияқты. Бірінші тұрғанын ала берейік. Екінші тұрғаны да жақсы. Осыны қалдыра берейік. Галочканы басасыздар. Болды. Сіздерді келесі той салтанаты дегенді бұлай қарай жылжытып қояйық. Жылжымай жатыр. Мынау ақты басып жылжытасыздар, Ақты басып алдыға қарай жылжытамыз. Видео менде өте қысқа болып тұр. Сол себепті тез-тез тексттарын бір-біріне өте қысқа болып жатыр. Сіздер ұзақ видео алсаңыздар, ұзағырақ болады видеоларыңыз. Кемі 2 минут, 3-4 минуттық видеоларды YouTube-тан қарап таңдап алсаңыздар болады. Осылай қойып шығамыз, анимацияларын қойып шығамыз. Мынаны қойып, соссақ, тексереміз, қайта-қайта тексеріп отырасыздар. Болды, әдемірек болған сияқты. Мына жерде ақтың үстіндегі видеоны қосатын жерден қосып, тексеріп отырасыздар ғой қайта-қайта видеоларыңызды.
тексті де міндетті түрде оқып, барлығын көріп, тексеріп шығыңыздар, өйткені қате кетіп қалатын жерлері болуы мүмкін. Бір тексереміз. Тойға шақырудың да анимациясын қоямыз. Так, цветін өзгертсеңіздер болады. Мына жерде стиль деген жерге кіріп, размерін кішкене 16-15-ке қояйық. Мына жерде жасыл түсте, жақсы сияқты, өйткені мынау гүлдердің цветі жасыл болып тұр. Келесі текст бізде құрметті ағайын туыс деген. Бұның да цветін өзгертсеңіздер болады. Әртүрлі қылып, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әртүрлі қылып жасай берсеңіздер болады. Өте оңай. Мына жерде мынаған кішкене бір жасыл түс келетін сияқты, мысалы мына түс келетін сияқты. Енді мына жерде менде жиен деген сөз дұрыс жазылмай қалған, Ол үшін мен мына тексті полный өшіріп тастаймын да, қайтадан заметкиға кіріп, мына тексті қайтадан скопировать етіп алып, мына жаққа келіп, капкатқа келіп, вставить етемін. Сол кезде менде текст ешқандай сөзі қалмаған, жақсы болып шығады. Міндетті түрде тексеріңіздер, өйткені бір сөз қалып кетуі мүмкін, я болмаса бір-екі әріпті жеп қою мүмкін капкаттан жасап жатқан кезде. Сол себепті осылай тексеріп аласыздар. Болды. Так, қосып тексереміз. Мінекей анимациямыз қойылды. Так, келесі. Жақсы болған сияқты, Енді мына сөздерге де анимация қойып шықсақ болады. Бір тексеріп шығамыз. Басынан бастап қойып. Мына тексттарымызға тоже анимацияларын қойып шығамыз. Анимация дегенге өтесіздер, мысалы мынау бірінші тұрған анимация жақсырақ сияқты. Барлығына тез етіп анимация қойып шығасыздар. Осы әдемірек. Келесі той иелері. Бұған да анимация қойсаңыздар болады. Енді музыканы қалай қоямыз? Астыда мынау звуки деген тұр, соны бассаңыздар, звуки дегенге кіресіздер. Осылай ашылады, добавить звук. Мына жерде папка сияқтыны басасыздар, извлечь звук из видео дегенді бассаңыздар, сіздер видеодағы музыканы ала аласыздар. Устройство деген папканы бассаңыздар, выбрать с устройства дегенді бассаңыздар, сіздердің телефондағы кәдімгі өздеріңіздің музыкаларыңыз шығады. Алдын ала Google'дан өзіңіз қандай музыка қойғыңыз келеді, соны скачать етіп дайындап қойсаңыздар болады. Болды, біздің видеомыз осымен дайын. Менің каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыздар.